Қымбатты білім алушылар, менің математика каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз туынды тақырыбы бойынша формулаларға байланысты мысал есептер қарастыратын боламыз. Бірінші формула с-ның туындысы нөлге тең. С тұрақты сан, яғни константа. Осы с әрпінің орнына біз кез келген бір санды алайық. Мысалы 5 санының туындысы нөлге тең, 100 санының туындысы нөлге тең. Келесі формула x-тің туындысы 1-ге тең. Мысал қарастырайық. X плюс 1 туындысы тең болады. Жеке-жеке аламыз. Туындыны x-тің туындысы қосылған 1-дің туындысы. X-тің туындысы формула бойынша 1-ге тең, ал 1 санының туындысы мына формула бойынша 0-ге тең. 0-ді жазбай қойсақ болады, яғни есептің жауабы 1. Келесі формула x-тің n дәрежесі. Туындысын табу үшін біз дәреже n-ді x-тің алдына түсіріп, және де дәрежеден 1 санын азайтамыз. Олай болса, мысалымен қарастырайық. X-тің 3 дәрежесінің туындысы 3 дәрежеміз x-тің алдына түседі, және де дәреженің 3-тен 1 деген санды азайтамыз. Енді 3-ті x-ке көбейтіп, 3-тен 1-ді алған кезде 2 дәреже шығады. 3x квадрат жауабы. Келесі формула түбірасты x тең 1 бөлінген 2 көбейтілген түбірасты x. Мысалы, түбірасты 7x алайық. Тең болады. Формула бойынша 1 өзі жазылады, бөлшек сызығы сызылады, 2 саны жазылады, ал түбірастында x-тің орнына біз түбірдің астында тұрған өрнекті жазамыз. 7x. Тағы сол сияқты түбірасты 3x-ті қарастырайық. Тең. Формула бойынша 1 өзі жазылады, бөлшек сызығы сызылады, және де 2 саны жазылып, түбірдің астында тұрған өрнекті 3x-ті жазамыз. 1 бөлінген 2 түбірасты 3x болады жауабы. Келесі формула с көбейтілген v-ның туындысы. С көбейтілген v-ның туындысы. С деп отырғанымыз бұл константа, яғни тұрақты сан. Мысалы, 4x-тің туындысы. 4 дегеніміз тұрақты сан, x-тің алдына шығарамыз, ал x-тен туынды аламыз. Олай болса, 4-тің өзі жазылады, ал x-тің туындысы формула бойынша 1-ге тең. Яғни 4 көбейту 1, жауабы 4. Келесі формула u қосу v-ның туындысы. Яғни u функциясының туындысын v функциясының туындысына жеке-жеке қосу амалымен жазамыз. Мысал қарастырайық. X 3 дәрежесін қосамыз x-тің 5 дәрежесі. Яғни осы екі өрнектің туындысын қарастыратын болсақ, x-тің 3 дәрежесін бір жақшаға алып туынды аламыз, келесі x 5 дәрежесі деп келесі жақшаға алып туындысын аламыз. Жеке-жеке қарастыратын болсақ, x-тің 3 дәрежесі дәреженің туындысы бойынша 3 алдына түседі де, бір-бірлік кемітіліп жазылады. 3x квадрат. Қосылған 5 x-тің алдына түседі де, бір-бірлік кемітіледі, яғни 4 дәреже. Есептің жауабы 3x квадрат плюс 5x-тің 4 дәрежесі. Енді азайту амалына арналған туындының формуласы. U азайтылған v-ның туындысы тең u функциясының туындысы мен v функциясының туындысы. Мысалы, 2x квадрат азайтылған 3x-тің туындысы жақша ішінде тең. Жеке қарастырамыз формула бойынша 2x-тің квадраты туындысы азайтылған 3x-тің туындысы тең. 2 дәрежесі x-тің алдына түседі, 2 жердегі 2 4x болады. Ал 3-тің өзі жазылады, x-тің туындысы 1-ге тең, 3-ті 1-ге көбейтсек 3 болады. 4x азайтылған 3. Келесі формуламыз u көбейтілген v туындысы. Бірінші функцияның туындысын алып, екінші функцияның өзін жазамыз. Қосылған бірінші u функциясының өзін жазып, екінші v функциясының туындысын аламыз. Мысал, 6x қосылған 4, бұл u функциясы көбейтілген v функциясына түбірасты x алайық. Енді формулаға саламыз. 6x қосылған 4-ті біз бірінші осыдан туынды аламыз. Жақшаға алып, көбейтілген v-ның өзін жазамыз, түбірасты x-ті. Формула бойынша қосылған u-дің орнында 6x қосылған 4-тір, оның өзін жазамыз. Көбейтілген v
Бұның орында бізде түбірасты x тұр. Оның өзін жазып туындысын аламыз. Арғары есепті жалғастыруға болады. Енді келесі бөлу амалына. U бөлінген бұның туындысы. Бұл кезде U-дің туындысын аламыз. V-ның өзін жазамыз. Азайту. U-дің өзін жазып, V-ның туындысын аламыз. Бөлшек сызығын сызып, V квадрат. Енді осы формулаға мысал есеп. X бөлінген X қосылған 3-тің туындысы, яғни бөлу амалына берілген туынды есеп. Біз U туындысы орында бізде X тұр, X-тің туындысын аламыз, және де V деген функцияның орында бізде X плюс 3 тұр. Яғни оның өзін жазамыз. Азайту амалын қоямыз. U-дің орында бізде X тұр, өзін жазамыз, ал V-ның орында бізде X плюс 3 тұр, соның туындысын аламыз. Ал бөлшектің бөлімінде V-ның орында X плюс 3 тұрғандықтан біз соның квадраты етіп аламыз. Тең. X-тің туындысы 1-ге тең, ал X плюс 3-ке көбейтсек, осы өрнектің өзі шығады. Ал екінші жағдайда, X плюс 3-тен туындалатын болсақ, X-тің туындысы 1-ге тең, ал 3 тұрақты сан, оның туындысы 0-ге тең. Мына жер 1 болғандықтан X-ті 1-ге көбейтсек, X-тің өзі шығады. Енді бөлімін өзгеріссіз жазамыз. Плюс X пен минус X екеуі жойылып кетеді. Яғни азайтылады да 0-ге айналады. Сонымен алымында 3 саны қалады, бөлімінде X плюс 3-тің квадраты қалады. Оқушылар, егер видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.